Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода біз худи оверсайз киімдерге арналған астарлы капюшонды тігуді үйренетін боламыз. Және капюшонды мойынға қалай дұрыс қосу керек, киперная лентамен тігісті қалай жабу керек деген сұрақтардың барлығына осы видеода жауап ала аласыз. Ендеше бастайық. Осы сызба бойынша оверсайз капюшонның сыртынан екі бөлік, астарынан екі бөлікті матаға түсіріп қиып аламыз. Мынау астары, мынау сырты капюшонның. Енді осының дөңгелек жағынан тігіп, оверлоктап шығамыз. Астарында тура солай жасаймыз. Егер сізде тігін машинасы ғана болып, оверлок болмаса, сіз түзу тігіс тігесіз, содан кейін зигзагтап шығасыз. Енді мына тігісті, припускты үтіктейміз. Біреуін оңға қаратамыз, біреуін солға қаратып үтіктеп аламыз. Үтіктеп алдық. Енді қаласаңыз, мына припускты жатқызып, үстінен 2 мм жеткізбей, соңына дейін тігіп шықсаңыз болады. Сонда припуск кейін жылжып кетпейтін болады. Бір қалыпта болады. Осындай түзу біркелкі декорлық тігіс тігілді. Енді астары мен капюшонды қосамыз. Оң жағын бір-бірімен беттестіреміз. Шетіне 1 см жеткізбей, тігін машинасында закрепка беріп тігіп шығамыз. Тігіп алдық, және мына припускты тігісті астар жаққа қарай үтіктедік қайырып. Енді капюшонды оң қаратамыз. Осындай екі жағынан да әдемі капюшон шығады. Енді мына шетінен 2 см қалдырып тігіп шығамыз. Закрепка береміз екі жағынан. Осындай капюшон пайда болды. Енді осыны киіммен қосамыз. Мойынның 4 бұрышын тауып аламыз, 2 бұрышы дайын. Осы жерде мына астар мен капюшонды 0,3 мм жеткізбей тігіп алсақ өте ыңғайлы болады. Тігіп алдық, енді қосқан ыңғайлы болады. Арт жағына капюшонның тура артын қосамыз. Мойыннан емес, капюшон жақтан тігетін болған соң, бірден сол жақтан көктейтін боламыз. Осы кезде айта кететін жайт, капюшон қыздарда әрқашан сол жағы астында жатады. Сол жағы астында, оң жағы үстінде, сонда осылай шығу керек. Сол жағы астында. Ұлдарда керісінше, оң жағы астында, сол жағы үстінде. Осылай. Бұны бір қызға тігемін. Сол себепті сол жағын астына қалдырамын. Мына белгіден 2 см мына сызық бойынша асырамын. Осы жерде түйрегенде мен жанынан емес, тігінен осылай түйремін. Және мына жақтың кінәкеп тағы да үстіне беттестірем. Тура 2 см-ді. Мінекей мына белгімен мына иықтың бұрышын қосамыз. Мен қазір бірінші тігіп алам тігін машинасында, содан кейін ғана оверлоктаймын. 1 см жеткізбей, закрепка беріп тігіп шығамыз. Мойынды тігіп оверлоктап алдық. Сыртынан да өте сапалы тігіс шығады. Қазір біз мына арт жақтағы мойынды киперная лентамен жабамыз. Киперная лентаның ені 1 см болса да жарайды. Мендегі 2 см екен, қара. Осыны бас жағын 1 см қайырып алдым. Тура осы жерді мына иықтың тігісінің басталған жеріне қоямын дәл. Және түйремін бірақ жерден. Енді тура мына жерден 0,2 мм қалдырып шетінен
соңына дейін тігіп шығамын. Инені түсіремін, лапканы түсіремін. Бұл лапканы алып тастаймын. Мына иықтың біткен жеріне дейін тігетін боламыз, одан асырмау керек. Закрепка береміз. Осындай әдемі мойны шығады. Енді екінші жағын мына арт жаққа түйреп аламыз қазір толықтай. Осылай түйреп алып, енді екінші жағынан 0,3 мм жеткізбей тігіп шығамыз. Ішінен осындай сапалы тігіс шығады. Сыртынан 2 сантиметрге тігілген көрінбейтін тігіс. Алдыңғы мойнынан 0,5 сантиметрде декорлық шов тігіп шығамыз. Припусктың үстінен алып тігеміз. Декорлық тігісті да жүргіздік. Осымен капюшонымыз дайын. 2 қабаттан тұратын астары бар капюшон. Өте ыңғайлы, сәнді, сапалы тігілген. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Тігіп көріңіз. Келесі кездескенше